мына кісінің 250 миллион теңгесі бар. Енді актив бойынша. Иә. Актив бойынша. Енді мысалға Жалпы қандай жолдар бар ақшаны көбейтудің? Қалай көбейтесіз оны? Ондай темаға не үшін келдіңіз бірінші? Мына инвестиция деп жатырық қой. Бірінші ақшаны көбейтуді адам ойлану керек па, жоқ әлде ақшаны дұрыс жаратуды ма? Біріншісі, наверное, ақшаны көбейтуді. Мысалы, бұны өзіңіздің продуктыңыз бар ғой? Сіз именно немен айналысыз? Сторис салу. Екіншісі, жаңағыда спикер ретінде жұмыс жасаймын. Спикер ретінде айлық аламын. Клиенттермен қарым-қатынас құрастырудың ең эффективті құралдарының бірі Инстаграм арқылы. Инстаграм. Бірақ андай болмасын да, Инстаграм арқылы болса миллионер болып кетесің, ондай жоқ. Топ 5 нәрсе айтып өтейікші. Не үшін адам байымайтын нәрселер? Көп кездесетін. Жаңағы чувство вины. Қымбатқа сатып жіберсем, клиентімді ұрлаймын. Клиентімді ұрлаған, ладно, зорлаймын. Ол маған көп ақша төлесе, ойбай ол қиналады. Екіншісі, ақша жоқ. Бәрі қиналып жүр. Соответственно, мен көп ақша таба алмаймын. Біздің 9-шы подкастқа қош келдің, сараңер. Бізде бүгін Ислам мырзамен 8-дің жалғасы бар, негізі 9. Ақшаны қалай көбейтеміз, инвестиция, қолдағы бар ақшаны ары қарай қалай управлять етеміз. $1 миллион. Иә, жалпы осы тақырыпта сөйлесетін боламыз. Бұл тақырып мен өзім қатты біле бермеймін. Қызық болғаннан кейін осы тақырыпты қозғайық дедік. Есеке, тағы бір таныстырып өтіңіз аудиторияға. Кімсіз? Қоймайтыз ғой, әрі таныстырып. Есімім Ислам Бөрхан, жасым 26-та, Алматы қаласында тұрамын. РФМШ, Назарбаев университет, Лондонда оқығанмын. Кәсіпкермін, инвестормын, блогермін. Бір машинам 4 үйім бар десеңші. Скорыншы деп тұр, енді айтпайды, енді андай бүйтіп әңгіменің арасында бүйтіп кетпесе. Иә, егер жаңағыдай инвест портфельге разбор жасайтын болсақ, айтуға болады, вообще проблема жоқ. Мен ашықпын. Тығып, андай болады, бір серый кардинал болып жүрген ондай нем жоқ. Активті айтайықшы онда. Актив, капитал, солар дейікші енді. Ақшаның темасы ғой бұл жерде. Ақшаның қалай? Не айтайық? Активіңізбен? Машинам бар. Бір ғана машинам, бір көлігім бар. Кредит емес, қарызым жоқ. 4 үйім бар. 3-еуі Алматыда, 1-еуі Грузияда. Үй дегенде Грузияда 8 адамға дейін ба, 6 адамға дейін ба бірігіп бір үй алуға болады, короче. Сөйтіп бір үй алуға инвестиция бергенім бар еді. Қазір ол үй реализация болып жатыр. Типа ремонт жасалып, флиппинг жасалып, сатылып жатыр. Құдай қаласа ақшасы түсу керек. 3 үй Алматыда. 1-еуі комфорт класс, 2-еуі бизнес класс. Общий 6 комната, 3 үйде 3 комната, 2 комната, 1 комната деген секілді. Общий капитал? Общий капитал енді айтсаңшы диапазонмен айтайын, былай. Акцияларда бар, компанияларда, басқа компанияларда доля алғандарым бар. Айтсаңшы, примерно диапазон сол. Я деймін, жоқ деймін, близко, не близко деймін. Санап отырам, точно суммасын білемін. Ол андай емес, приблизительно, по ходу осылай емес, ол точно суммасы мұндай, рыночный оценкадан сәл төмен есептегеннің өзінде. 4 ай бұрын сөйлескен кезде примерно сіз 150 дедіңіз. 100 миллион плюс дедім. Қазір ол 150 шамасы болса. Қазір қанша примерно? Енді айтсаңшы сіз диапазон мен айтайын. Оны негізі неге айтқыңыз келмейді? 200 миллион плюс қой, короче. Мысалы, неге андай типа көстема или қалай негізі көзқарасыңыз? Как будто бір адам ойлайтын сияқты, өтірік алдаватыр деген сияқты. Мақтанаватыр деген сияқты. Білмеймін, маған сондай сезім келеді. Мен айтайын, енді 200 миллионнан жоғары ол. $500 мың да жоғары. Енді $1 миллион жақын. 200 миллион жоғары деген, сізден, үйдің ақша, в общем, қолыңызда қандай эмоция бар, ол примерно стоимости приблизительно 250 миллион дейсіз. 250 миллион теңге. Мына кісінің 250 миллион теңгесі бар. Актив бойынша. Иә. Енді бүгінгі тақырып ақшаны қалай көбейтеміз. Примерно сіз 250 миллион теңгенің қанша теңгесін тапқансыз негізі? Бірінші осы жерде бейсіңізші. Ислам, болашақ өзіме мына подкастымын кейін көремін, 5 жылдан кейін. Маған прикольно болды, бұрын посттарым көремін ғой, бірінші ютубтан сол секілді. Бұл кезде мен ойлаймын, қалай 2 миллиард болатын сияқты ол кезде. 3 жылда, 4 жылда иншалла. И Құдай қаласа сол моментке жетуді баршамыз нәсіп етсін, иншалла. 200 миллион көп сумма емес, өте кішкентай сумма. Тем более біз бәріміз жаспыз. Кәсіптегі біліміміз бар, социальный капитал бар, какой-то бір тәжірибе бар. Мен ойлаймын, енді ары қарай жаңағыдай өзің қуып кетпесең, тәкаппар болып кетпесең, 2 миллиард немесе 20 миллиард болу вообще проблема емес, иншалла. Осы, екіншісі жаңа айтып отырсыз, не дедіңіз, қандай сұрақ қойдыңыз? Бұл сумманың қанша теңгесі табылған, қанша теңгесі көбейтілген?
примерно былай бөлініп отыр да. 150-170 миллион табылған, қалған 80 миллиондай көбейтілген. Короче, мысалға, за прошлый год 40 миллион ба табылды. Немен, инвестициямен табылды. Яғни ақша алып келді. Ақша алып кетті, менің еңбегімсіз. 40 миллион теңге. 40 миллион. Былтырға ол. Бір жылға. Айына 3,5 миллион теңге примерно. Иә. 3 бола ма? 4 миллион где-то. Айына. Пассивно. Енді ол айына дегенде қалай? Айына бөлген кезде. Бірақ алмай түсіп отыр деген сөз емес қой ол. Мысалға ол тұрады. И бұфет секіре салады да, мысалға. Секірген кезінде саған уже сразу 20% беру мүмкін, сразу 10% беру мүмкін да. Сен айма есептемейсің да. Қалай қылды? Реал Победа ма? Жоқ, олай емес қой. Қалай көбейттіңіз? Енді мысалға жалпы қандай жолдар бар ақшаны көбейтудің? Қалай көбейтесіз оны? Ондай темаға не үшін келдіңіз бірінші? Сутті түсінейік. Любой нәрсенің бағасын анықтайтын нәрсе это клиенттің оған қанша төлеуге деген ынтасы. Сонымен баға шығады. Получается, мынау қанша тұрады мысалы. Үй неге осынша тұрады? Мына акция неге осынша тұрады? Неге мына доля мынанша тұрады? Неге мынау, например, там, не знаю, там, мына жер неге осынша тұрады да? Оның барлығы клиент оған қанша төлеуге дайын, сол баға тұрады. Получается, бұрындары оған клиент, например, 100 миллион төлеуге дайын еді, бірақ бір оқиға болды, например, алдында жол салынды, мысалға, жанында парк салынды, или мектеп салынды деген сияқты, и тура сол жер уже 140 миллион болып кетеді да. Неге? Өйткені жанындағы инфраструктуралар мына жерге деген интерес көбейтті да, соответственно, клиенттің оған деген төлеуге ынтасын көтерді. Соответственно, бағасы өседі. Сол секілді кез келген активтің бағасы, немесе құндылығы, оның сатып алуға деген ниетті адамдардың ынтасымен өлшенеді. Вот солай баға өседі. Ол андай емес, обязательно инвестиция бердің, обязательно ол бағасы өседі деген. Ол нәрсе риба болып кетеді да, типа под процент ақша беру, жаңа микрозайм, банковский система деген сияқты нәрсе кетеді. Типа пофиг қанша болады, бір жылда сен маған 30% қойып бересің деген нәрсе ше. Ол нәрсе сәл рибаға кетіп қалады. Ал мынау нәрсе инвестиция, бұл халал. Өйткені сен тәуекел көтересің, жанында мысалы салынған мектеп жарылып кетсе бір күн, или там жабылып қалса, или астында трубасы жарылып кетіп, мектеп там канализация болып кетсе, и мектеп жабылып қалды. Значит, сол жердегі жердің бағасы құлайды. Сен тәуекелге бардың ба? Бардың. Я прибыль көрдің ба? Көрдім. Может, убыток көрерін, кім біледі. И мысалға сол секілді сен инвестиция саласың, 5 проекттің 2-і ме, 1,5-і кемінде сен ойлағандай уақытта, сен ойлағандай мөлшерде прибыль бермейді. Может, убыток беру мүмкін, может, кешігіп беру мүмкін, может, бермеу мүмкін. Ақша инвестицияның қандай түрлерін қолданасыз? Әртүрлі нәрселер қолданады, мысалы. Сіз қандай? Сол үй, одан кейін ценный жаңағы акции, үлкен компаниялардың S&P 500 дейді, болса жаңағы кәдімгі білетін Каспи, Apple деген сияқтылар, иә. Одан кейін акциясын алып сатасыз ба или долгосрокқа ма? Долгосрокқа тек. Мен трейдингқа сенбеймін. Өйткені мен қабілетім жоқ. Мен трейдингпен реально терең маркет анализис дейді, типа рынок, экономикалық және сол маркет, рынок дегеніміз. Рыночный анализ дейді, рыночный анализ жасамаған немесе жасай алмайтын адам трейдингпен айналысады дегенге мен сене алмаймын. Сол секілді мысалы неше түрлі курстар бар, иә, адамдар трейдингқа қатысып жатырмын, қазір бүйтіп жатырмын. Егер сен күніне 3 сағат информация, жаңағы газет оқуға дейді ғой, Тенгринус сияқты сол информационный каналдарды оқуға арнай алмасаң, мен ойлаймын трейдинг жасау өте қиын. Өйткені ол лотерея сияқты, кәдімгі ставка сияқты. Бір. Екіншісі, мен долгосрокқа саламын, өйткені бұл компаниялардың басында өте мықты аппараттар бар, типа адам өліп қалса да, бастық өліп қалса да, немесе ауыр сөйлесің өліп қалсаң, қайтыс болып кетсе де, или болмаса ол жұмысынан кетіп қалса да, или руководствомен қырылысып, там социальный скандал болып кетіп қалғанның өзінде де коррекция болып қайтадан уақытында ол баға қайтып орнына келу ықтималдығы өте жоғары. Ол бір. Екіншіден, ол акциялармен қазір саламда и срочно бай болып кету керек деген болса, ол таза ставка болады да. Олай тез баю дегенге мен сенбеймін. Типа именно осылай, қазір бір нәрсеге салам, мен үйде жатам, потолыққа бір түкірігім баға жерге түскенше мен ақшам өсіп кетеді деген, оған сенбеймін. Үшіншісі крипто, оған көп ақша салуға мен тоже қарсымын. Өйткені көп ақша деген процент, типа мысалы 100% инвестиционный портфелің бар, соның до 3%, иә, осындай высокий риск немесе высокий волатильности бар нәрселерге салуға болады деп ойлаймын. Ну, типа көресің, өссе прикольно, өспесе ничего деген сияқты. Бірақ основной ойын мен ойлаймын, осындай твердый, надежный нәрсеге салу керек деп. Біз өзіңізді кәсіпкер ретінде көресіз ба, инвестор ма? Қазір ма? Қазір больше инвестор ретінде көремін. Инвестор болғым келеді. Мен кәсіпкер ретінде өзімді көп уақыт елестете алмаймын. Өйткені, не знаю, маған ұнамайды, қызық емес. Андай риск аз, әрекетпен көп нәрсе істейсің, ойланбайсың.
андай ғой, барлық адам дами береді мысалы, иә. И кәсіпкердің эволюциясы ол бизнесмен болу, жаңағы серийный предприниматель дейді, болмаса басқа да салаларда өзінің жаңағы потенциалын ашу ғой. Сол секілді мен тезірек бөлшек мотивациям кәсіпкер болудан қарағанда инвестор болуға мотивациям жоғары. Лучше мен азырақ доля алайын, бірақ инвестор ретінде алайын, чем еңбек етіп көбірек доля алғанша. Сол сияқты тоже бір айтып кететін бір нотка. Көп адам инвестиция іздеген кезде негізі тәжірибесіз инвестор 70% алам, маған үлкен доля бер деп қуады. На самом деле шынайы инвестор ол үлкен доляға асықпайды. Ол аз доля алуға тырысады. Неге? Өйткені предприниматель да, кәсіпкердің өзін тұншықтырып тастамау керек та. Егер ол аз доля алатын болса, ол компанияға мотивациясы өшеді. Мотивациясы өшкеннен кейін өзін де байытпайды, сені де байытпайды. Сол сияқты бір жеріңді қысып, аз доляға сен сабыр ету керексің. Аз доля деген қанша? Енді до 30%. 10%, 5%. Сондайға. Мен сондай политиканы қолданамын. Сондай ұстанымға қарай жүгіргенді ұнатамын. Өйткені мысалға сен біреу келеді, жаңағы условно тендер ұтып алып біреу, сөйтіп инвестор деп жатыр, там тендердің бағасы 15 миллион ақша керек оған, там ол ұтып алған бағасы 25 миллион, и там 10 миллионнан енді бір там доставкасымен анаумен там 7 миллион прибыль көрейін деп жатыр. Сол 7 миллион прибыльдан адам 15 миллион беріп, там мен 5 миллион аламын дейді да. Кәсіпкер 2 миллион алады да сонда. Қате да ол. Бірінші қате мынандай. Инвестор ол тәжірибесіз инвестор. Типа ақшам болды, мен құдайым деп ойлайды. Типа бәрін айырам, ақша мен бердім ғой деген сияқты. Ақша ол маңызды нәрсе емес, маңызды нәрсе инвестордың, кәсіпкердің жүрегі да, оның білімі деген сияқты, оның компетенциясы. Екінші, кәсіпкердің самооценкасы проблема. Ол өзін лоқ сезінеді, чорт сезінеді да, сөйтеді да, бля, инвестор деген пиздец адам ғой. Боқтаған болсам кешірім өтінемін, но мықты адам ғой дейді да. Сөйтеді да, оған нормально доля беру керек қой дейді да, өзі 2 миллионмен довольствоваться етіп отырады. Және инвестиция шықпайтын болса, 15 миллион қойып беруге еще міндетті болып қалады да. Сұрақ. Банктен алмайсың ба онда? Не, инвестор 10% бересің. Ол тәуекел етуші болу керек қой. Типа проект жүрмей қалса, сен ол прибыль алмау керек. Так. Ақша инвестиция деп жатыр ғой. Бірінші ақшаны көбейтуді адам ойлану керек па, жоқ әлде ақшаны дұрыс жаратуды ма? Біріншісі, наверное, ақшаны көбейтуді. Неге ақша көбеймей жатыр? Өйткені мен мысалы айтамын ғой жаңағыдай, $1 миллион, там ойбай капитал жинап, 100 миллион. Ақша көбейту деген ақша дұрыс жаратуды үйренгеннен кейін келмей ма или қалай? Ақша табуды көбейту. Типа финансовый поток болмаса, нечего там копить да. Ақша табуды. Бірінші ақша табуды. Одан кейін дұрыс жарату ма, көбейту ма? Дұрыс жарату, дұрыс ақшаны меңгеруді. Ол и көбейтуге де қатысты, жаратуға да қатысты. Меңгеру деген нәрсе да. Меңгеру дегеніміз енді қай долясын сен қайда жұмсайсың, қай долясын қалдырасың, қай долясын инвестиция жасайсың деген сияқты. Бірінші ақшаны адам убыточный болса болсын, бірақ ақша өндіре ала ма, точнее сата ала ма, он умеет создавать денежные потоки дейді, ақша ағындарын жасай ала ма, болды, с ним можно работать. Егер адамда ақша ағын жоқ болса, а именно күніне 1 теңге тапайтын болса, 1 теңге, вот ұят естілуі мүмкін, 1 теңге, 1 теңге вот несі, күніне ол 1 теңге кәсіби жолмен таппайтын болса, болды, ол инвестиция, ақша жаратуды қою дегенді ойлану керек емес. Сен күніне 1 теңге табу керексің кемінде. Кәсібің саған күніне 1 теңгеден көп ақша алып беру керек. Ол не деген сөз? Күніге сен бір нәрсе сату керексің деген сөз. Ол сатылады, ақша түседі. Түскен ақшадан какой-то прибыль көруге болады. Прибыль көргеннен кейін оны дұрыс меңгеруге болады тоже. Жоқ ақшаны меңгеруге мүмкін. Қазір қанша жобаға салдыңыз инвестиция? Сізде қоймаңыз. 7 ма 8 шығар. 7 ма 8. Мен андай историялды естіп жатсам да біреулер 10-15 проектке салады, сөйтіп оның примерно 90% жопа болып жатады ғой. Қадалып андай болып жатады. Сізде ондай ситуация болды ма? Жоқ. Менде наоборот аз бөлшері ғана сондай қиын проекттер. Негізі қиын проекттер болу нормально. Типа ол нормальный инвестор болсаң, сен ақша бердің да, ақша салдың да, ол өте береді, ақша келе береді деген өтірік. По-любому сен ойламаған, сен білмеген приколдар шығады. Сол кезде сен дұрыс реакция білдіру керексің болды. Одан кейін жаңағыдай не бар, қадалып жатыр. Менде проекттер жақсы, Аллаға шүкір, альхамдулилля. Мен разымын. Салған ақшама, келіп жатқан нәрсесіне, қандай ол способпен келіп жатыр, қандай салалар, адал ма, адал емес па, харам ба, халал ма.
мен мынау 8-ші бөлімде айттық қой біз, жаңағы балаңыздың инвестиционный портфелі почти $10,000 салдым, ол $50,000 көбейді деп. Примерно. Иә, семьяда әйеліңізде де бар ма инвестиционный портфель, қалай? Или только өзіңізде? Әйелімде де бар. Әйелім енді құрып бастап жатыр. Мен оған кәдімгідей мынау қалай айтсам болады, көмектескім келеді. Оған итермелеу деген дұрыс емес сөз, негізі былай нұсқағым келеді, направлять дейді ғой. Өйткені неге? Енді мен бөлек адаммын, ол бөлек адам. И самооценка деген нәрсе бар. Иә, сен самооценкаң тікелей сенің қабілетіңмен және сенің осы капиталыңа байланысты. Мысалға, бір енді ортаға бардың делік. Ортада условно мен жаңағы өзім ер адамдармен там по-своему өзім сөйлесіп жатырмын да, ха-ха-хи-хи болып жатыр. Және менің келіншегім условно менен жаңағыдай 100,000 теңге берші, 50,000 теңге жіберші деген памперс алуға, там продукт алуға өмір сүретін болса, оның финансовый проточный система дейді, болмаса қаржылай ағын жүйесі өте кішкентай. Және оның осындай бір мышлениесі дейміз ба, осындай бір финансовый потенциал төмен болғаннан кейін, соответственно, ол финансовый потенциал жоғары өзінің сол ортадағы басқа қыз-келіншектердің арасында кем сезінетіні анық. Түсіндіре алдым ба, түсіндірмедім ба? Түсіндім. Иә, түсіндіңіз ғой, мысалы бір екі жаңағыдай орта болды, екі дос кездесті, екеуі де кәсіпкер дейікші. Біреудің әйелі чуть-чуть там кәсіпкер, екіншінің әйелі домохозяйка дейік. Адами ретінде все тема. Бәрі жақсы, қуанышты, бірақ кәсіби именно өзінің ақшасымен, өзінің еңбегімен, өзінің ойымен ақша тауып немесе ақшалай шешім шығарып жүрген әйел адам үйде просто тамақ істеп, жаңа бала қарап немесе өзі кенде сериал қарап отырған әйелге қарағанда мен ойларым ойы тереңірек. Бірақ мәселе бәрінен терең болу деген мәселе емес ғой. Егер саған сенің капиталың жетіп жатса, уақытың жетіп жатса, потенциалың жетіп жатса, ниетің болып жатса, неге істемеске? Давай дамиық, давай жұмыс жасайық деген секілді. И условно ол нәрсе мен әйеліме ақша берім демейді дегеннен шықпайды обратно. Ол нәрсе мен ақша, келіншегіме ақша берем, ол там доллар миллионер болса да мен оған ақша берем. Типа зарплата сияқты, там басқа нәрселер, подаркілер деген сияқты да. Ол өзінің ақшасын өзін жаратады. Мен ақшаға мұқтаж емеспін там. Ой, бай, сен де ақша тап, бар да жұмыс істе да, короче, бізге үйге там не знаю, бір нәрсе алып кел, маған подарки бер деген нәрсе емес. Просто өзінің творческий потенциал ашылу үшін ғана. Инвестиционный портфель. Өзінің портфелін жасап жатыр қазір. Уже там консультация алады, кездесулерге барады, финансовый расчеттар жасайды, өзінің кәдімгідей юридический және жеке счеттарында уже какой-то бір өзгерістер енгізіп жатыр. Мысалы, бухгалтер ауысты деген секілді, консультациялар алынды, финансы есептелді, определенный там оценочный показательдерін қанша болу керек, қай жерде қандай критерий тұру керек деген сияқтыларды есептеп бастап жатыр. Прям өзім көріп қатты қуанамын. И оған мотивация ретінде тағы да айтамын, типа мынандай болса, мынандай болады там. Енді адамға болашақты елестету керек қой, кәсіпкер не сатады, болашақ сатады ғой. Сол сияқты там мынандай будет, вот так будет, осылай жасайсың деп жаңағыдай екпін, серпін беріп отыра тұрсам. Ақшаны көбейту үшін қанша суммамен бастауға болады? Мен ойлаймын 5 миллион. Как минимум. Егер көбейту жағын айтатын болсақ. Иә. Ал вообще принцип инвестирования ол 0-ден бастап. Неге 0? Өйткені ақша инвестиция жасар алдында сен бірінші инвестиция не ол? Сен уақытыңмен және вниманиең, назарың және уақытың. Ол туралы ойланасың, жаңа зерттейсің, барып тыңдайсың деген сияқты ғой. Ең бірінші инвестиция сол. Сол секілді адам қазір мысалы ақшасы болмаса да, ол қалай ақша көбейте аламын деген нәрсеге зейін салу, ол да инвестиция болып саналады. Өйткені ол да Алладан берілген ресурс, уақыт. Және көз, назар, құлақ деген сияқты нәрсе ғой. И бірінші инвестиция содан басталады. Одан кейін екінші, жаңа неге мен 5 миллион деп айтамын? Нормальный өмір сүру үшін айына 2 миллион жарату керек деп ойлаймын да, кемінде. Неге нормальный өмір сүру үшін? Өйткені нормальный өмір сүрмесең инвестировать етіп, жаңа файр болып кетеді, алдыңғы недегі айтқандағыдай. Файр дегеніміз қалай, жаңа өзіңнен тарығып, экономить етіп, жыртып, елге келген кезде доллар миллионер боласың да, сөйтіп ол рахатын сен емес, балаларың көреді да. Енді айтуға болады, ой, балаларым үшін жасадым, бейттім, сөйттім деген сияқты, но енді өзің көрмесең, өзің де көруге мүмкіндіктер бола тұрып, өзің көрмесең, өзің топастың шығар деп ше. Сол сияқты 5 миллион табуға әрекет жасау керек деп ойлаймын. Типа, адам 2 миллион табады мысалға, 1 миллион экономить етіп, жаратады да, шетелге шықпайды, нормально киінбейді, өзі нормально тамақта ресторандарға бармайды, нормально машина мінбейді, енді экономить етеді жестко. Сөйтіп 1 миллион откладывать етеді. Енді неше түрлі курстар бар, там ақшаны жинап, квартира алуға көмектесеміз, молодежный программа, туда-сюда. Мен айтып отқан нәрсем ол туралы емес. Мен айтып отқан нәрсем яхта,
че там анау бір адам бар ғой бір сигараны деп шегіп жататын примерно сондай картинка ғой енді алла сақтасын ондай нәрсе емес енді бір халали түрде да но лакжери лайф иә ана лакжери лайф сен шектелмегенсің типа вертолет болса вертолет яхта болса яхта хочешь яхтадағы вертолет болады значит яхтадағы вертолет деген сол тема и оған жетуге болады даже если сен Қазақстанда бір ауылда тұрған бала болсаң да Жетісай Ордабасы қай жақта Амангелді Темірлан деген жанында иә мысалы сол болады no problem жаңа сұрағыңыз не деп едіңіз типа не істеу керек деген қаншадан басталады деген сияқты ғой қанша ақшамен бастауға болады 5 миллионға дейін сен инвестиция жасайсың бірақ проекттерге емес өзіңе деген қандай саяхатыңа киіміңе курстарыңа консультацияларыңа біліміңе управление алу бойынша там определенный эмоция алу бойынша жасаған ақшаң инвестиция болып саналады деп ойлаймын өйткені ол білімге алдың ғой сен ол сенімен қалып кетті ғой болды ғой сенде қалды ғой мындай кәсіпкерлер бар да еще опыттан өткен соны там 2-3 миллион теңге табады ары қарай там өсуіне болады да кейбір ойлары оларға тежейді бірақ олар өздерін андай деп ойлайды ғой көп ақша табамын деп мен идеальныймын короче мен мегамозгпын ешкімнің айтқаны өтпейді ананша олар жаңағыдай айтып өттік қой бірінші кезде маймыл ғой ол адам маймыл емес сол ой маймылдың ойы адам красавчик типа қалай енді жаңағыдай ғой сол ауылда тұрады ана маймыл и бәрі маймыл да мысалы былай айтайыншы сөзіңізді кесіп мысалы бір точкасы бар қалада не знаю там бір нәрсе сатады ол жақсы точка там бір точкасы 2 миллион теңге әкеліп отыр да и сіз мысалы көресіз там қарайсыз ана 3 точка көбейтсе допустим 6 миллионға көбейетін көрдіңіз да бірақ ол короче бір точка маған короче теріс деп жүре береді да ақшасын жаратып и оған бір нәрсе айтатын десең қойшы анау мынау деп жүре береді да мысалы осындай кейстер мне кажется көп тоже ше и осылар че с ним можно сделать ондай адамдар да көруі мүмкін да андай өздерін шіли қатты ақылдымын деп ойлайтындар ничего нельзя сделать и не надо делать неге біздің істеп жатқан әрекетімізде біреуге солай көрінеді біз де біреу үшін маймылмыз ғой бірақ ол нормально типа мысалға бір адам бар дейік иә там өте көп ақша табады мысалы айына бір 500 миллион табады дейік таза сөйтті айтады келіп енді ондай адамдар мен сіздің ортаңызда бар деп ойлаймын менің ортамда бар типа мен араласатын адамдардың ішінде бар айына 500 миллион табады таза и ол айтуы мүмкін айтпайды да ғой бірақ мен біледі ғой түптеп жүргенім ше мен барып одан кейбір нәрселерді ақыл сұрамаймын например кейбір кезде реально оның мнениесін сұрамаймын немесе алмаған мнениесін тұспалдап айтқан болуы мүмкін бірақ мен оны естімегенмін да өзімше қуып жүрдім да и ол тоже нормально ше сол сияқты главное тауып жатқан табысыңмен өзің бақытты болсаң болды ғой просто мен сызып жатқан картинка басқа оның сызып жатқан картинкасы басқа и өзі условно оған мәселе ол уже доллар миллионер болғысы келмейді значит ол жаңағы сигарамен яхтада примерно ол картинканы елестетпеген да ол картинканы елестеткені бір точкам бар главное кредитім уақытында төленіп жатыр бала шағам аш емес не бар тағы шетелге жылына бір рет шығамыз ғой нормально ғой дейді да жүре береді машина зато не пешком деп ше яғни жаңағыдай сіздің тренинг ол только өмірін өзгергісі келетін адамдарға арналған иә енді өзінің реальностьмен қанағаттанбайтын адамға арналған ғой получается жаңағыдай қалауы бар иә мысалға адам болады 1 миллион табады да 1,5 миллион табады отбасында ол нереально көп ақша табатын адам бәрі түсінбейді сен қуасың ба не жетпей жатыр саған деп айтады да бірақ адамның потенциалы ол көріп тұр ғой одан көп жасай алатыны ол көріп тұр я хочу большего деп тұр да сол кезде ол келіп оқиды жаңағы бір күндік тренингқа бірақ ол 1,5 миллион тауып мен дүниенің ақшасын тауып жатырмын деп ойлайтын болса скорее сол адам ол келе алмайды ол может ол ортасында проблема деп ойлаймын да жаңағыдай ортасында ең көп табатын сол жігіт или қыз реальность дегеніміз не обязательно ортада болуы мүмкін коллективте болуы мүмкін даже ортада ол аз ақша тауып жүріп те бірақ ол психологически сол ортаның мүшесі ретінде өзін санамауы мүмкін типа бұлар бөлек адамдар да мен просто әшейін шай қойып отырамын деген сияқты мысалы кешегі баянда жиналдық қой сол ортаның өзінде мысалы ана жерде нормальный адамдар ғой бәрі нормально табатындар өйтіп қарайсың и күшті да короче бәрі бір бірінен сабақ алады бәрі ақылын тыңдайды сен қалай ойлайсың деп и реально андай да бәрі ол жерге мен кереметпін деп дәлелдеуге келген жоқ бәрі құлақтары былай көздері ашық и эголары басыңқы типа жаңағыдай ғой төрге шығып алып сен бүйтсей ана счетты әкеліп берші
сен бүйте сал, ондай әңгіме жоқ та, бәрі зетпен. Негізі андай ғой, 5 миллион 2 миллионға дейін адам ісініп өсуі мүмкін да, деп өсуі мүмкін. 5 миллионға дейін реально қиын олай ісіп өсу. 10 миллионға точно өсе алмайсың. Ісіп ше, жаңағыдай қалай десе болады ондай. Мен деп ше, андай бүйтіп өсе алмайсың. Сен всегда анау жаңағы өзіңнің кішілерден де, өзіңнің әлсіздерден де ақыл алуға, олардың мінезін тыңдауға, құлағың көзің ашық болған кезде ғана өсе аласың. Жаңағы элементарно ғой, мысалға, егер сен компанияда өзіңді ең ақылды болып санасаң, сен ешкімге шешім қабылдау мүмкіндік бермейсің ғой. Бәрін араласып кетесің. Бәрін араласың ба, сен микроменеджментпен айналысып отырсың. Микроменеджментпен айналыссаң, сен 3 миллион артық таппайсың. Элементарно ғой. Значит, сен не істеу керексің? Өзің сотрудниктердің ақылын тыңдауға дайын болу керексің. Элементарно ой айтады, сен қате істедің, сен қате шешімің ана жолы қате болды дейді. Сен соны көтере алмасаң, 3 миллионнан қаласың. Сіз командамен қалай жұмыс жасайсыз? Өте ашық және жестко, доверительно. Тағы қалай дейміз? Және тиімді. Бұл сұрақ вообще қоймаған мен негізі. Вообще қоймаған. Қанша команда жұмыс жасайды, олар қанша примерно эффективно жұмыс жасайды, есептеме айтып сұрамадыңыз. Мен бөліспегенмін. Команда енді біраз болды жұмыс жасап жатқан, иә? Мен білетін бойынша. Средний 1 жылдан асып кетті. 40 жизней сотрудника. Менде 40 жизней сотрудника бір-ақ адамдікі 1 жыл 2 жылдан асты. Қалғандардың бәрі 3 айдан кейін не қылмайды. Сізде қалай? Управление қалай? Не істейсіз? Управление дегенде мен не қылмаймын, задача берумен особо көп айналыспаймын. Неге? Бір ориентир беремін. Задача да бермейсіз? Өзіне-өзі задача құрастырады көбінде. Сіз сондай адамдарды жинайсыз? Жинаймын и өсіремін, да. Вот солай. Өйткені даже мен офисқа да бармаймын, қай күні кім қалай офисқа келді тоже араласпаймын. Не бар одан кейін? Мысалға менде средний оборот айына 50 миллион қазіргі. Ол не проекттер бойынша, инвестициямен не болса, ол көбі осып кетеді да. 50 миллион 2-ақ менеджер сатады. Біреу 26 миллион алдын қараған, біреу 24 миллионға. Средний мысалы, менеджер по продаже біреу 26 миллионға сатады, біреу 24 миллионға сатады. Аллаға шүкір, оған бір үлкен 50 адамдық, 20 адамдық отдел продаж керек емес. Общий сан адам саны, сотрудник саны 5. Мен көмекшімен қосқанда. Екі продажник? Екі продавец, бір маркетолог, бір куратор и ассистент. Бір маркетолог, куратор. Неге? Одан кейін менде ана критерий бар. Прибыль на сотрудника деген. Бір сотрудник қанша теңге алып келе ма? Бір сотрудниктан қанша теңге алып келеді, ол выручка бойынша. Қанша пайда көреміз. Получается, біз әрқайсымыз прибыльға қаншалық атсалысып отырмыз деген нәрсе. Өте керемет критерий, енгізсе де болады деп ойлаймын. Приятно, кайф. Тек қыздар таласып қалмаймын, Көбінде қыздар. Ол прям сексизм или бір ондай нәрсе емес. Просто мне это комфортно. Олар жаңа өздері де, мен кездесе бермеймін ғой, мен сөйлесе бермеймін ғой. Өздері бір-бірімен тіл тапқан кезде, не қылған кезде более-менее нормально. Почему-то что-то ер адамдар прям жұмыс жасайтын пока көрмедім да. Содан кейін алмаймын. Фот қанша кетеді айына? 2 миллион шамасында. 2 миллион шамасында. Средний сотрудник бір 300, мен ойлаймын 300-ден аз алмау керек деп ойлаймын. Это жасына қарамай, в основном жақсы беруге тырысамын. Бірақ мен сразу бермеймін, сразу айлық ше. Бірінші айлық ол келеді, өзін дәлелдейді, реально показательға жауап бере алатындығын көрсетеді, және одан бөлек ол мен оларды обязывать етемін, прям міндеттеймін кітап оқуға, консультация алуға, курс алуға, психотерапевтке баруға деген секілді, шетелге шығуға. Егер мен көремін ғой, мысалы сотрудниктерім, мысалы біреу там туған күн там шетелде орындап келді, біреу мен байқаймын там өзіне жаңа телефон алыпты да, плюс там кітап оқып отыр, біреу көрдім жаңа брендтен киініп отыр, мен қараймын біреу уже қарыздары жоқ. Нормальный прогресс бар ма? Можно работать дальше. Бірақ ол жаңағыдай біздің коллективға кіріп, бірақ өзімен заниматься етпейтін болса, именно жаңағыдай рухани, личностное развитие дейді ғой. Болды, уже мен айтамын, красный сигнал, сен на кітапты осы бітірмесең, уже қиын. Не істеп жүрсің сен? Типа ойлайсың ба, мен постоянно саған жұмыс бере береді деп. Или не ойлайсың ба, всегда зарплата түсе береді деп. Сен өспейсің ба, өспесең құлайсың деген секілді. Мен и айлық требование, типа ай сайын требование өсе береді ғой. Неге мысалы 1 жыл бұрын мен сенен требовать еткен нәрсені биыл требовать етпеймін. 1 жылдан қарағанда мен сенен қазір 2 или 3 нәрсені көп требовать етемін. Өйткені мен өзімнен солай требовать етемін. Типа бұрынғыдай показательдермен жұмыс жасамаймын да. Өзім мысалға 1 жыл бұрын оборот қанша еді, сол оборотқа мен довольствие етпеймін ғой. Сол секілді сен де өсу керексің ғой. Егер компанияның темпінен сен озбасаң, сен кетесің. И ол нормально. Одан кейін коллективті де бәрі бір-бірін интересмен бөліседі ғой, жаңалықтарын бөліседі. Ол ортада даму тупизм да, нереально почти ше. Сен реально атсалысу керексің ғой, тупой болуға, дамымауға ше. Мысалы, өзіңіздің продуктыңыз бар ғой,
сіз именно немен айналысасыз? Мен жұмыста. Фокусыңыз қайда? Менің фокусым ба? Иә. Екеу. Біріншісі не? Сторис салу. Өйткені сторис ол прямой взаимодействие. Мынау сторис дегенде көбісі былай ойлайды да, смс қала саламын деп ше. Ондай ғой, тіліңді біреудің аузына сақ қоя саламын деген сияқты ғой. Мен айтамын да, болмайды ғой деп ше, жаңағыдай. Болмайды. Өзің Сторис жүргізген. өзім саламын. Ол жұмыс кәдімгідей мен үшін. Өйткені мен енді ағартушылық немесе осындай бір просветительский информационный работа болғаннан кейін, значит, менің тілім болу керек ол жерде. Ал менің тілім в прямом значении ол либо сөйлейді, либо жазады, либо бір эмоциямен көрсетеді оны. Болды, сол тілді меңгеру керекпін, значит, сол тілмен өзім айналысамын. Біріншісі осы. Екіншісі, жаңағыда спикер ретінде жұмыс жасаймын. Спикер ретінде айлық аламын. Енді мысалға мен өзім кәсіпкер ретінде де рөлім бар, және өзім компанияда өзім де спикермін. Ол қалай сонда? Енді мен мысалға жаңағыдай команданы организовать еттім, ладно. Одан кейін еще маған келген оқушылар, жаңағыдай студенттер, қатысушылар бар ғой, программаларға. Бір күндік тренинг деп жатырмық мысалға. Ол жерде сөйлейтін мен ғой. Мен біреуді сөйлетпеймін ол жерде. Иә. Өйткені жауапкершілік өзімде. Енді мен екі рөлім бар, значит, кәсіпкерлік және спикерлік. Енді руководитель ретінде мен команда управлять етемін. Ал екіншісі команда управлять еткен кезде ол сторис жүргізу және командадан жаңағы общий қан тамырын басу деген сияқты. Даже наймен де айналыспаймын. Наймда да өздері табады. Не дейді? Каждый находит себе подобного деген сияқты. Оларда да уже наметанный глаз дей ма? Андай еріншек, жалобщик, жертва, неэффективный, тиімсіз, көп сөйлейтін, бірақ өзінің әрекеті ісіне сәйкес емес адамдарды уже сразу сезіп қойды олар ше. Типа, Ислам мырза, мен там собеседование өткіздім, примерно мынандай, что-то мына жағын мне показалось странным. Екінші собеседование шақырайын ба дейді. Мен айтамын, насколько былай айтсам, жоқ деймін, болды, қоя саламын. Егер реально стоящий болса, айтады. Мынандай сұрақтар қойдым, былай жауап берді. Осындай секілді, да, бұл адам стоящий, екінші собеседование шақыруға мен рекомендую дейді. Мен айтамын, хорошо деймін де, екінші этаптағы собеседование өзім өткіземін, егер ол позиция жақсы болса, жаңағыдай. Менімен тікелей жұмысқа байланысты болса. 5 ақ сотрудник қой бізде. Ешкім увольняться етпейді. Қалғандары аутсорста. Қалғандар деген кімдер? Енді бухгалтерия, жаңағы контент, видеограф, потом не бар. Финансы, сол нәрселер. Бірс алдын енді подкасттан бөлек екеуміз сөйлестік қой сол кезде жаңағыдай. Бір-екі нәрседен сұрадым ғой сізден, білмеймін мен дейсіз. Сөйтіп сол кезде таң қалдым да, типа сіз айттыңыз ғой, типа бұл нәрсе мен көргенмен, бұл менің табысыма әсер етпейді деп ше. Сол кезде не болды? Бір отчет па сондай бір нәрсе болды. Аналитика болды. Аналитика болды. Мынауғанша деп сұрақ қоя беріңіз ғой маған. Мен айтамын, білмеймін, Ереке, типа зачем, несіне білесің оны? Мен сізге лид қанша түсті деп сұрадым бұл. Мен санамаймын. Керек емес. Қалай шыдауға болады дедім, мен өзім андай қараймын ғой мен любой нәрсе аналитикаға. Максимайзер ұрып жатыр ғой сізді. Менде максимайзер инвестор болу өте қиын. Видите, максимайзер 70% доля алады. Всегда бүйтіп көп алғысы келе ма? Бір проекттің көп алып сық жырғыды да, көрдіңіз ба? Сық жырген жерде гүл өспейді тоже. Қиын. Сіздегі алып қандай? Менде максимайзер жоқ. Топтағылар. Бұрында тапсырғам. Топтағысы біріншісі не болды? Активатор болды. Тез ұстап кету, тез сделкаға кіру деген. Ең бірінші ма? Ол да жаман қасиет негізі. Инвесторға ше. Бірде екеуміз ғой. Екіншісі индивидуализация. Мен жеке сөйлесем тек. Бесте менде индивидуализация. Үшіншісі significance па? Значимость па? Либо self-assurance па? Есіме шығып кетті. Есіме шығып кетті ма? Бірақ 4 фокус. Типа, лишний нәрсеге алаңдамау деген нәрсе. Мысалы, мен жерде отырмын. Тек осы туралы ойлаймын. Тек осы туралы айтамын. Басқа еш нәрсеге мен ойым алаңдамайды. Бір жерге обещание ұрып қойып, қазір сағат 8-де кездесуім бар деп тыпыршып отпаймын да. Ешқайда асықпаймын. Альхамдулилля, жақсы. Все, айтамыз, тема. Одан кейін шай ішсек болады деймін, жаңа асықпаймын. Ақшаның артынан жүгірмеймін. Тапқанмен шүкір етемін деген секілді. Сізге мысалы қазір айтасыз ғой, примерно там капитал 250-ден де көп қой, примерно негізі мен сезіп тұрмын ғой ше. Негізі мен уже ойлаймын, өзім доллар миллионермін деп ойлаймын да. Оймен да ол. Оймен. Енді финансы дегеніміз қандай ол? Это то, что можно продать, да? То, что можно продать пен, только сол 200 миллион шамасында болып тұр. Бұның бәрі енді әуел ала, бірақ екінші нәрсе бұл инстаграммен продажа деп айтайын да, иә? Клиенттермен қарым-қатынас құрастырудың ең эффективті құралдарының бірі инстаграм арқылы. Инстаграм. Бірақ андай болмасын да, инстаграм арқылы болса миллионер болып кетесің, ондай жоқ та. Кім қалай қолданады? Мен ойлаймын, инстаграм болмаса WhatsApp статуспен де жасауға болар ма еді. Текстпен де болар ма еді. Мынамен де болар ма еді да. Главное коммуникация клиенттермен. Коммуникация дейміз?
мысалы өзіңіздің продуктыңызда осы инстаграмды именно қалай қолданып тоже үйретесіз бе? Иә, какой-то степени бар. Ал бізде мысалы бір күндік тренинг деп айтып отырмық қой осы подкастта айтылатын. Өйткені әр адамды, әр клиентті де оның потребностіне сай асықпай өсіру керек деп ойлаймын да. Мысалға жаңағы бірінші класстың баласына сен 10 класстың программасын сұрамайсың ғой. Сол сияқты мен де өзімнің определенный мысалға мен оқушыларыма, өзім кейбір оқушыларыма инвестиция бергенмін. Неге? Өйткені мен қай этаптан оны танып, қандай этапта ол мен инвестиция сұрап жатқандығын көргеннен кейін, динамик прошедший путь дейді, история деп айтылады ғой. Историяны көргеннен кейін мен уже онымен қандай да бір қаржылай қарым-қатынасқа кіре аламын өзім ақшаммен. Ал егер адамды мен танымасам, ол мені танымаса, мен онымен қалай сөйлесем, онымен қалай жұмыс жасауды білемін? Білмеймін ғой. Сол секілді бір күндік тренинг бар. Одан кейін трансформация деген өзіміздің базовый курс бар. Одан кейінгі бар, мысалға Инстаграм арқылы немесе де басқа да бір медиа құралдар арқылы өзіңнің социальный капиталыңды өсіруге көмектесетін инструменттермен мастер группа деген сабағым бар. Ол да бір недавно басталды. Сонда өткіземіз. Ертең мысалға сағат 10-да бізде бір кісімен индивидуальный сабақтар басталады. Ол кісі тоже миллиардер. Осы медиа құралдарын дұрыс үйренуге бүкіл командасымен келіп оқиды. Басқа қаладан ұшып келіп оқиды. Мысалы 10 рет ұшып келу керек па 2 айдың ішінде? 10 рет ұшып келіп оқиды. Үлкен чегді нормальный соответствующий. Нормальный чекке саттыңыз? Нормальный чекке. Ол еще мен сатқан жоқпын. Ол кісі сатып алу үшін басқа қаладан ұшып келіп, жаңағыдай кездесейік деліп, ынта білдіріп, сөйтіп мен жаңағыдай риза болып, кездесіп, кәдімгідей сатып алуға ынта білдіріп, сөйтіп өзі былайша айтқанда ниетті. Өте компетентный, понимающий адамдар оны түсінеді ше. Иә. Бірақ андай не істейсің оны, ондай ғой, мынандай ғой деп ойлайтын адамдар мүмкін айырылып отырады. Мысалы миллиардер не істейді ол оқып? Жатпаймын онда так потолокқа түкіріп. Иә. Онда өзінің интерестері бар. Шынымен инстаграмда андай мощный қолданасыз. Мен де алдым ең бірінші шалқан кезде ше. Алайнында ма? Шешкен жоқпыз. Сізге күшті істеп аласыз деп ше. Потом қарайсың ғой енді өзіміз инстаграммен айналысамыз. Қарайсың и кімнің қалай жатқанын көресің да андай. Редко видишь, кто андай системно, күшті, андай бір постоянно, адекватно, дұрыс жасай алады. Жаңағыдай тоқтамай ше, мысалы уже нешінші поток? 21 болады иншалла. 21. Қанша жыл болды? 2 жылдан асып кетті. 2 жыл бойы там бір продуктта тоқтамай не қылу деген. Мен ойлаймын ол точка ростаға енді келіп жатыр деп. Неге? Өйткені өкінішті бір статистика бар. 2,1 миллион самозанятый бар. Былайша айтқанда ИПшниктер ғой. Соның 99%-ы 500 мыңға дейін табыс табады. Болды ғой. О чем речь? Сол 99%-дан кейін еще 1% қалды ғой. Сол 1%-ның 0,5% жартысы 800 мыңға дейін табады да. Сол 500 мың 800 мың табады. Одан біз үнсеміз, маған келетін клиенттер 1%-ға жетпейді деп түсінеміз. Өте үлкен қазақстандық бауырлар, ағайын халық бар да, который в прямом смысле көшенің білімімен әшейін бір жерден естіп алған, бір жерден тыңдап алған, әйтеуір бүйтіп істеуге болмайды деген сияқты, донераш там таргет жібер деген сияқты бір базовый сондай біліммен ақша тапқысы келеді да, и табылмай жүр, короче. И біздің продукт қандай, ол сіз байқаған шығарсыз, көргенсіз, 30 есе өсіп кетеді, 50 есе өсіп кетеді, 40 есе, 20 есе, өйткені ода өте көп потеря бар. Условно мысалмен келтірсек, бір сантехник бар, трубаның отопительный системамен жұмыс жасайды да. Бірақ отопительный системамен жұмыс жасайтын кезде тесігі көп ана трубаның. Яқтан 100 литр су жібереді да, соңында 1 литр жетеді. Сонда сол секілді адам там Алла берген 100 миллионның біреуін алады да. Түсіндіре алдым ғой? Біз хотя бы енді Алланың берген бәрін алдыруға көмектеспейміз емес, хотя бы 20 миллионын алуға, 30 миллионын алуға көмектесеміз ай сайын. Өйткені ол нишаның сондай потенциалы бар, жоқ емес. Ол өзі көрмейді. Ол көрмейді. Бірақ өзінің еңбегін, ладно өзінің еңбегін, қасында сотрудниктердің барлық еңбегін сорға жұмсайды да. Дұрыс емес, өйткені жұмыс, это называется неправильно организовал работу. Трубалар тесік, и ол не істейді? 1 миллион шығып жатыр ғой, 100 литр емес, 500 литр қоямын дейді да. 5 литр алады. А оған 20 литр әшейін там тесіктер жамаумен ғана алуға болар еді. Сөйтіп 500 литрді өзі көтере алмайды ғой. Не істейді? Грузчик жалдайды да уже. Грузчиктердің барлығы ол ойлайды, кәсіпте 500 литр қойсаң 5-ақ литр шығады екен ғой деп, сөйтіп мотивациясы қашып кетеді. Сондықтан мен ойлаймын, ол потенциалы енді ашылып жатыр. Бір кейспен келтірсек. Давайте, мың ғой кейс. Мысалға элементарный бір жігіт там сумка сатады, кожаный. Сумка сатады. Юнит экономикасы дұрыс емес, әр сатылып жатқаны оны убыток екенін білмейді. Турциядан әкеліп сата ма, Қытай? Жоқ, материалды осында алады, тігеді, өзінің бір мини цехы бар. Кәдімгі производитель отечественный, молодец. Кожа
таза әдемі кожа, ешқандай мысалы Луи Виттондердің киім емес, модель, дизайн жап жақсы сатады, анау қарның ашады, короче. Сөйтеді да, өте жақсы жігіт, өте сауатты, өте приятный болады, бір андай сондай мәдениетті, сондай бір жігіт, семьясымен де жақсы келеді, қарызы жинап тастаған, сата алмайды. Юнит экономикасы. Енді 3 миллион ба, сондай қарызы бар. Сөйтеді, қалада тұрмайды. Қалада тұра алмайды өйткені. Неге тұра алмайды? Қымбат қой қала. Сөйтеді, қаскелең, там, Талғар сияқты қаланың сыртында тұрады. Папасының үйінде тұрады, өзі өйткені үй ала алмайды да. Сөйтеді да, жаңа келіп оқыды, жаңа осындай бір күн мастер-классқа қатысты, VIP пакетіне қатысты, сөйтіп трансформация кеп қатысты, трансформация дәл сол сумкасын 3 есе қымбат сатып бастады. Прибылі, соответственно, 8 есе өсті. Енді бұрындары 3 миллион, 3,5 миллион оборот жасайтын, сондағысы прибыль, там, не знаю, 300-400 мың теңге қалса қалады, қалмайды. Мен санауым бойынша қалмайды. Бірақ ол қалдырып жүр, қалай екенін білмеймін, короче. Значит, біреудің жеп отыр ғой, бір жерден ұрланып отыр ол. Сөйтіп, бізге келгеннен кейін 5,5 миллион оборот жасады. Бірақ продажа саны құлады, типа личный заказдар жоқ, личный менеджер жоқ, личный заявкалар жоқ. Бір. Екіншісі, прибыль там 2 миллион асып кетті. Продажа саны азайды. Продажа саны, жұмыс азайды. Табыс 8 есе көбейді. Жұмыс азайды. Контент азайды. Личный продуктларды алып тастады. Сотрудниктерді дұрыстады. Ну, өз жұмыс істемейді. Және прибылі там, не знаю, 10 есе өсіп кетті. Одан бөлек, ол уже қарыздарын жауып бастады бір. Екіншісі өзі жеке үйге көшті, екі және өзінің сотрудниктармен, ата-анасымен, іні бауыр, қарындас, көрші, таныс, дос, құрдас, қайын жұрттармен қарым-қатынасын реттеді. Енді ол жігіт өсе алады ары қарай. Доллар миллионер ғой, 5 миллионға өсе алады, 5 миллион өскеннен инвестициямен айналысады. Соған жолы ашық енді. Енді ары қарай зерттенеді, оқиды, там юридический консультация, финансовый білім алады, содан кейін өзі талпынады дегендей ғой. Как минимум 1000 сделка жасайды еще әлі. Бұған сонда бұл өз көрмеген ғой, аз чекке сатып жатқан. Ол білмейді ғой адам өзі аз чекке сатып жатқан. Ол ойлайды ғой, мен қымбатқа сатып отырмын. И так уже клиенттер жазып береді, қымбат, негізінерді қымбат деп жаза береді ғой ше. Ол ойлайды, реально мен қымбат сатып жатырмын дейді, скидка, рассрочка дейді, содан кейін там Каспидан 12%, 15% ұтылып отырады. Білмейді, юнит экономиканы санамайды, обратно қаржы жоқ. Бірінші психологиялық проблема, мен қымбат сатып жатырмын. Неге? Өзі Қаскелең тұрады или там Талғар тұрады, ол жақта білесіз, там Алматы тұрамаған екен, значит Алматыдағы үйлер қымбат деп ойлаған өзі уже. Соответственно, ол қымбат нәрсеге аллергиясы бар, немесе қымбат нәрседен қашады. Сәйкесінше оған қымбат нәрседен қашатын клиенттер келеді. Сөйтті оларға мынандай минимальный маржамен сатады. Минимальный маржаның ішінде операционный расходтар сыймайды. Операционный расход сыймаған екен, ол уже убыточный болып кетеді. Бірақ әрекет етіп отыр, жұмыс істеп отыр, кәсіп жүріп отыр. Тағы да басқа кейстер бар ма? Иә, бар. Кімді айтсақ болады? Именно зат сататын немесе. Мысалға бір репетитор ханым бар. Ол айлыққа жұмыс жасайды мектепте. Ағылшын тілі. Математика. Мектепте жұмыс жасайды. Мектепте жұмыс жасағаннан кейін 500 мың теңге айлық алады. 500 мың теңге айлық. Мектептегі айлық 500 мың ба? Жоқ, 300 мың негізі. Бірақ ол андай там дополнительно еңбек алған, дополнительно группалар алған ба, сондай көшім. Ат салып, ешак болып жұмыс істеп 500 мың алады, короче. Сөйтіп ол жұмыстан шығып тағы репетиторский нелер алады, сонымен 700-1 миллионға ырсып-тырсып сөйтіп жетеді. Ол да, кстати, қаланың сыртында тұрады. Тоқтамай жұмыс істейді. Тоқтамай жұмыс істейді. Личный өмірге уақыт жоқ. Сори, типа сен свиданиеға бара алмайсың. Классикада қонаққа бара алмайсың. Өте қатты шаршайсың, автобуста былай тұрасың. Не болып кетті деп ше. Еще аймамай түскен ақшаңды уже сен бір жаққа жаратасың. Неге? Либо кредитке, либо ипотекаға. Ну, страшно енді. Сол ханым тоже осындай бір күндік мастер-класс қатысты, келіп оқыды, жұмыстан шығып кетті. 2 миллион 63 ма, 2 миллион 83 мың теңгемен бітірді нені, курстан. Содан кейін мен оған айттым, давай енді сен асықпа, енді тағы да 2 ай, 3 ай осы ақшамен өмір сүріп көр. Сөйтті да ол қалаға көшіп келді, жаңа өзі жеке тұрады, жұмыс істемейді, уақыты бос, енді өзінің ұнайтын нәрселері бар, именно оның ішінде там сурет салу, немесе басқа да бір стиль ұнатады, стильмен айналысу деген нәрселерді уже жайлап бастап жатыр. Ұнайды оған. Соған өзінің өмірлік ләззатын алуға уақыты бар. Одан бөлек қарыздар жоқ, бұрындары қарыз болатын. Қазір қарыздары жоқ. Сондай да бір жақсы бір оқиғалар өмірінде болып жатыр. Енді ол адам енді 3 миллионды табуға потенциалы бар да енді. Табысын қалай көтерді ол кісі? Сағат саны көбейді деп айта алмаймын. Құлады наоборот. Неге? Өйткені бірінші ол клиенттер бөліп алды. Бұрын клиент таба алмаған, сөйтіп клиент таба алмаған үшін клиент тауып беретін адамға 30% беріп отырған.
сөйтті да ол клиент табуды өзі үйренді да, ол адамнан айырылып тастады, енді 30% өзіне қалды. Екінші нәрсе, ол бір сабақ өткізген кезде бір сабақ өткізбейтін болды, енді сразу 2 сабақ өткізіп барып. Значит, лишний раз жүрмейді уже. Көрдіңіз ба? И келесі нәрсе, соответственно, средний чек өсірді. Сағаттың бағасын өсірді. Бұрын қанша еді? Бұрын, по-моему, 6.000 теңге ма? Қазір 18.000. 3 көбейді. Иә, математика сабақ береді. Бір сағаты 18.000 теңге. Маған айтқан кезде басында, ол маған кім алады деп айтқан. Типа, ты чё? Қуасың ба? Деген сияқты. Клиенті қазір қуана-қуана 18.000 тастайды бір сағатқа. Нормально ма? Условно 3 сағат жұмыс істеп келеді, 3 сағат күніне средний 50.000 теңге алып келеді. Бір ғана, еще таксимен барасың, нормально кофеңмен барасың, сабағын бересің. Уже андай да бір деликатный, профессиональный обучение да уже. Андай бір подвалда, терезесі жоқ бөлмеде, склад сияқты бөлмеде бір кішкентай балаға там плюс-плюсті үйретіп отпайды да. Уже клиенттер бөліп алған, кімге реально соның білімі керек, математика бар, ол адам разылығымен 18.000 сағатын төлейді. Қазір сондай, может больше, я не знаю. 2 миллион 83 мың, 2 миллион 60 мың теңге, 2 миллион айына табады. Математик, мұғалім. Бизнесмен ба? Жоқ. Ақш таба ма? Иә. Миллионер бола ма? Иә. Клиенттерді қайдан тапты? Инстаграм или қалай? Элементарно база. Любой адам мұғалім бар ғой, любой адам. Любой мұғалімнің алдынан оқушылар өтеді. Оқушылар уже база. Қанша ата-ананы білесің сен? Бір ата-ана, бір мұғалім қанша ата-ана біледі? Кемінде 100 бірінші жылы. Екінші жылы қанша ата-ана біледі? Мен сестрам бар еді ғой. Сәуле. Сол кісі қалай тапты? Мен сол сұрамаппын, айтпақшы. Негізі Инстаграм. Мен өзім сестрам ютубтан көріп, Ислам мырзаның несіне қатысып шыққан, трансформация курсына. Кейін звондап рахметін айтып, iPod болған еді ғой сізден, не? Иә, енді ол кісінің клиент тапқанда, мысалы, негізі любой адамға таныстардың арасынан уже бір запростар келеді. Уже запростардың келген кезде бұрындар ол тегін почему-то істеп беретін, өйткені танысына обязанмын ғой деп ойлайды да. Тегін істеп береді, немесе бір совет айтады, жаңағыдай. Біреудің проблемасына, кірісіп кетеді, бірақ өзінің проблемасына кіріспейді да. Сөйтіп, енді уже адамдарға ақшаға қызмет етуге дайын болды. Бұрындары клиенттері оған төлемеймін деп айтпаған ғой, түсіндіңіз ба? Бірақ бұл төлетпейді да. Өзі сұрамайды. Төлеткізбейді. Типа, жарайды, мен бүйте саламыз ғой, мынаны жібере сал дейді да, бірақ андай ақша туралы әңгіме айтпайды, айтқызбайды. Подсознательный контроль ғой. Ақша алса не болады? Ұят болады ол. Содан кейін не істейді? Осындай тегін услуга жасап жүреді. Соны дәл сол тегін услугадан енді ақша алып бастайды. Және не то, что ақша алып бастайды, енді өзі сатып бастайды да. Негізі оған қоса мына нәрсе бар. Осында алсаң болады, оның бағасын аша деген секілді. Ұсынып бастайды. Клиентке наоборот дополнительный ценность, дополнительный құндылық, удобство. Я давай дейді, төлей береді, нормально. Қазір енді қалай болатқанын білмеймін, но оқып кеткенде бір шама уақыт болды. Содан кейін хабарласып кеттік. Сол кезде 500 мың теңге айлықтан ол 1 миллион 950 мың теңге бітірді. Аллаға шүкір. Тағы не? Мобилограф. Кәдімгі видео түсіреді. Осыны айтыңызшы, қалай, не істеді ол? Үй алды 2 айда. Қалай? Жаңағы мобилограф, ол заказдар алып түсіреді, нормально. В общем, жүрген 400 мың ба, 450 мың теңге давады Ақтөбеден. И трансформация келіп оқыды. Сол кезде ол қуды. Енді маған келіп мысалы ақша төледі, мен айттым, былай істейсің дедім. Ол қуып, жоқ, мен товар сатамын дедім ба, бәрі қуады ғой, солай қуды ғой. Мынаны істеймін, айттым, сразу айттым. Бұл жерде короче, мен сен ақша табатыныңа сенбеймін. Реально сен ақша тапқың келе ма или тірлікпен айналысқың келе ма? Екеуі екі түрлі нәрсе. Типа заниматься делом и зарабатывать деньги деген. Екеуі екі түрлі нәрсе. Ты хочешь зарабатывать деньги или заниматься делом? Зарабатывать деньги, тогда осыны істейсің дедім. Деді, короче, 2 апта өтті, ақша болған жоқ анада. Қайтадан келіп, Секе, мен я признаю, қайтадан істеу керек па? Все істейсің, осылай. Сразу тапты, бірінші айында там 400 мың теңгеден 1 миллион 800 өсті. Екінші айда там, не знаю, 3 миллиона ма, 3,5 миллион секірді. Сөйтіп, жаңағыдай авансын төлеп, одан кейін барып үй алды, үйдің алдын, потом закрыл. Қазір недавно Таиландқа барып демалып жүр. Мобилограф Ақтөбеден. Услуга сатты ма или курс ба? Курс та сатты, услуга да сатты. Және ол бұрын бәрін өзі істейтін, өзі сататын. Қазір оның қызметшісі бар. Ол айтады, кеше ғана хаты, не совру. Мен Таиландта болдым, Таиландта болған кезде 1 800 000 сатып тастапты дейді. Кайф, Ислам мырза, рахмет. Эмоция сондай. Бүгін жаңа мен келген кезде мына жерге чатқа келеді. Алмат деген жігіттен, ол маркетолог 500 мың теңге айлыққа істейтін. Сөйтіп ол гениальный схема құрастырған ғой. Қалай бай қой болған кезде айына 37 500-ден экономить етемін деген ғой. Түсіндіңіз ғой? 37 500 деген көп табу деген план жоқ та, анау экономить сыққан ғой бәрін сығып келген кезде 37 500 қалады деген. Жылына қанша ғой? Білмеймін. 500 мың ба? 500 мың шығар енді ладно. 400 500 мың ба? Иә, сондай ақша табамын деп планировать еткен ғой. Айтам, ой, болмайды, короче деп.
дәл қазіргі жіберген чегіңді 500 мың ба 650 мың теңгелік 2 чек жіберіп 500 мың 150 мың теңгелік деген сияқты. Әшейін бір күндік чегі да ол 650 мың қазір. Енді айта алмаймын күніне 18 миллион тауып кету керек, ондай емес енді где-то айына 2-2,5 1,5 кемінде сондай табады. Енді X3 X4 соны трансформация не істейсің адамдарға? Трансформация ол комплексный курс. Бұл жерде там келіп мынандай инструмент қолданасың деген нәрсе жоқ. Біріншіден неге сен бай емессің, неге сен не нәрсе сені байытпайды, осы нәрсеге сұраққа жауап беруге тырысамыз. Өйткені сен постоянно кедей қыла беретін нәрсені таппасаң, қанша тапсаң да сен кедей бола бересің да. Екіншісі элементарно сатудың бүкіл комплекс түрлері. Қандай комплекс түрлері? Маркетинг, это сен танымайтын адамды до этапа продаж алып келу. Бір сұрақ қойшы. Топ 5 нәрсе айтып өтейікші. Не үшін адам байымайтын нәрселер? Көп кездесетін. Жаңағы чувство вины. Қымбатқа сатып жіберсем, клиентімді ұрлаймын. Клиентімді ұрлаған, ладно, зорлаймын. Ол маған көп ақша төлесе, ойбай ол қиналады. Екіншісі ақша жоқ. Бәрі қиналып жүр, соответственно, мен көп ақша таба алмаймын. Екіншісі тапқан ақшам и так нормально. Бұдан жетеді, планды орындамайды да, или план төмен қояды. Келесі сотрудник алмайды. Сотрудник алмау себебі сенбейді, либо нижимс бере маған деп отырады. Бәрін өзі істей береді. Одан кейін үшіншісі, келесісі ол микроменеджмент, жаңағы жұмысында бәрін өзі істейді, өзі грузчик, өзі заказчик қабылдайды, өзі маркетинг жасайды, өзі таргетолог, өзі бәрін істейді да, бірақ ақша табуға уақыт жоқ. Түсіндіңіз ғой? Тірлік табумен проблема жоқ. Элементарно сол нәрсе. Өзі қандай проблема, өзі ана очевидный проблемада жүрген өзі көрмейді да ол. Өйткені проблемалармен және жұмыспен забитый. Ақша табуға уақыт жоқ. Жоқ. Сори. Оны айтасың ғой өзі. Типа шок болып отырды да, блин, натуре осылай ғой деген секілді. Өте простой нәрсе. Комплексный курс. Ішінде осы бірінші тесіктерді жабу, психологиялық және финансовый тесіктерді жабу, қайға ақша не үшін кетіп отыр. Екіншісі, көп ақша табуға алып келетін финансовый потокты өсіретін бүкіл инструмент және психологиялық жаңағы не дейді, основалар, негіздер. Үшіншісі, сол енді тетік жабылды, ақша келіп жатыр. Сол шелекті қалай көбейтеміз? Осы бүгінгі тақырып подкасттың. Жоқ, ол трансформацияның тақырыбы сондай. Трансформация, біз осы сен сұрақ қойдыңыз ғой, трансформация не болады деп. Мен жауабым осы. Трансформация үш нәрсе. Тесік жабу, екіншісі ақшаны көбейту, үшіншісі сол шелекті құламайтындай, тасып кетпейтіндей, сондай бір управление арқылы ішінде $1 миллион жинау. Түсінікті. Есеге сіз былай айтасыз ғой, негізі көп жерде кез келген өзі қалаған адам долларовый миллионер бола алады деп. Енді қалай ол? Финансовая емкость позволяет осылай. Финансовая емкость дегеніміз қалай? Жаңағы любой микрониша дегеніміз элементарно. Типография, тігін, что там, үйде пирожки істеп сатады да? Не бар тағы? Мұғалім, СТОшка, сондай нәрселерді микрониша деп айтылады. Микронишалардың барлығы $1 миллион капитал өзінің собственныйына бере алады. Мұғалім қалай да мысалы, допустим, стратегиясы? Стратегиясы өте простой. Біріншісі, сен обязательно жұмыстан шығасың, бірақ жұмыстан шығудың алдында сен өзіңе клиент тауып үйрену керексің. Ол қалай? Клиент тапқанда, именно клиентке сондай запросымен, ол қандай мысалы, элементарно ағылшын болса, ол IELTS тапсыратын оқушы, немесе ол там TOEFL тапсыратын оқушы, либо әшейін элементарно уровень көтергісі келетін оқушы. Соларды эффективный система. Қалай сен либо курс жасап, бұларды общий сатасың, болмаса жеке өзің репетировать жұмыс жасайсың. Және олардың действительно IELTS деңгейі саған дейін және сенен кейін жоғарылау керек, және олардың ағылшын деңгейі саған дейін және сенен кейін өсу керек. Сол кезде клиенттерің бақытты болады және келесі клиенттерің келеді. Солай мысалға среднем ол айына 5 миллион оборот жасайтын болса, ода кемінде там 3 миллион таза пайда қалу керек. Мен есептеуім бойынша, там таргет расходы, там бір-екі көмекшіге расходы, аренда деген секілді. Сонымен ол 3 миллион таза табу керек. 3 миллион тапқан адам ол уже средний чек көтеру бойынша психологиялық проработкалар және жол көп клиент алып келетін маркетинг воронкаларды үйрену керек. Содан кейін оны үйренгеннен кейін 3 миллион тұрмайды, оның екеуі де 1 миллионға жетпейді ол обучениенің бағалары. Сөйтіп 1 миллионға сол обучениеге кейін, наоборот 10 миллионға секірмесе, мен секіреді спокойно. Секіргеннен кейін таза табысы 6-7,5 миллион болады примерно. 6-6,5 миллионмен, пожалуйста, сен 2 миллион жарата, қалған 4,5 миллион теңгесін инвестиционный программаға сала бер. Енді сен примерно бірінші жылда 35-40 миллион жинайсың. Екінші жылда жинаған сумаң 70 миллиондай болады, где-то 60-70 миллион болады. Енді 2 жылдықын қоссаң, уже 110-120 миллион жинайсың. 120 миллион инвестиция салсаң, кемінде 50 миллион береді бір жылда саған. 40 миллион, тупой болсаң 30 миллион береді. Типа тупой деген, типа андай басын вообще ауыртпадың да. Мәш деп бере салған кезде 30 миллион береді да. Средний безопасный нишалар берсең, сонда сен уже 150-180 миллион жинайсың 3 жылда. Ол өсуімен бірге 3 жылда тағы жинайсың где-то 70 миллиондай, сонда 250 миллион болады 3 жылда, 250 миллион жинайсың.
че там келіп жатырық па сәл келе жатыр мұғалім ғой мұғалім сөйтіп 250 миллионнан кейін ол инвестировать ете береді әлі бірақ мына жақта өзінің образовательный центр жүріп жатыр басында өзі оқытатын еді енді кейін өзі сияқты 2-3 мұғалім алып алған может 4 мұғалім өзінің бір одан кейін ол сол образовательный системаны тиімді жүргізіп жатқаннан кейін 10 миллион оборот жүргізіп жатқаннан кейін міне важная информация 99% образовательный системада образовательный центр образовательная школа жүргізетін кәсіпкерлер убыточный екенін білмейді. Неге убыточный? Олар 5 айға 3 айға обучение ақшасын алады да бірақ 1 айда жаратады. Всегда 2 айлық обязательство қалып кетеді ода. Именно в деньгах если санайтын болсақ. Получается кассаға, приходқа бүкіл түскен ақшаны олтырады да OPU-ға доход қылып санап жүреді. Бірақ негізі оны 3-тен 1 немесе 5-тен 1 санау керек еді ол. Сөйтеді да 3 айлық адамды оқытатын ақшаны 1 айда жаратып тастайды ол. Сөйтеді да 2 ай обязательствомен қалады. А 2 ай обязательство емес, 2 ай аренда, 2 ай мұғалімнің ақшасы, 2 ай там оқу материалына кететін расходниктер. Сөйтеді ол қарыз жинай береді. Енді сен 10 миллион оборот жасап, бірақ 6,5-7 миллион теңге прибыль көрсетіп отқан образовательный центр болсаң, все, сен үлгілі кәсіпкерсің для микрониши. Сөйтесің да сен сондай микро бизнестегі проблемаларды ақауға байланысты сен 6,5 миллион тапсаң, туысқандарың, коллегаларың енді бір форумдарға барасың ғой. Сол форумдарда сенің в прямом смысле надоелың шығарады. Маған көрсетші, маған үйретші деп, франшизаны сатшы деп. Это называется продажа интеллектуального капитала. Сен соны сатасың. Сол арқылы дополнительно 3-5 миллион шығарасың. Сонда айына 6,5 плюс 5 миллион 11,5 миллион теңге шығарасың. Мұғалім. Әлі бұл кәсіпкер деп санауға болмайды бұны ше. Бұл андай такой. Өзінің білім жалаң аяқ кәсіпкер ғой, короче, андай такой. Базовый білімдермен әшейін біраз тырысып істеп жүрген адам. Сон, пожалуйста, 11,5 миллионмен сен уже 4-5 жылда твердый долларовый миллионер болады. Бай еркін ешқандай қарызсыз. Енді айтсыншы маған біреу нереально деп. Тағы бір айтыңыз нишаны, тағы біреуін разбор. Пофигу, любойный доллар миллион болады. Главное, стикер сатпаса болды ше. Стикер? 500 теңгелік, 100 теңгелік сондай сатпаса болды. Средний чегі бір 20 мың теңгеден жоғары болса, спокойно доллар. Средний чегі 20 мың теңгеден жоғары? Желательно 25-тен даже жоғары болса, ол доллар миллион болады. Неге өткен 25-тен? Өткен цена доставки деген нәрселер бар, промежуточный мини расходтар бар. Солар сіздің сататын средний чегіңізден үлкен процент составлять етпесе болды. Мысалға, например, 1000 теңгелік зат сатасың да, доставкасы тағы 1000 теңге да. 2000 болып кетті дұрыс себестоимость. Сол сияқты оны 3000 теңге сатуға болмайды да. Өйткені звоноктың бағасы 7 теңге 1 минутына, сен звонок сөйлесесің, одан кейін там определенный там Каспийдің проценті бар, анау бар, сонымен жеткізгенше уже сен 4000 теңгенің табары саған 5000 теңге болып шығады да жеткізумен бірге. Алатын ақшаң 4000, жіберген ақшаң 5000 деген сияқты. Сондықтан солай ереке, любой кәсіпкер, любой кәсіпкер микронишпен айналысатын адам, ол 5 жылдың ішінде доллар миллионер бола алады. Егер өз қаласа. Иә, мен оның көзбен көріп келе жатырмын қазір. Мысалы, мен қасымда трансформацияның бастапқы этаптарын өткендер бар ғой, мысалы, который қазіргі қандай динамикамен қазір келе жатыр. Өзіміздің мысалы чатқа жібереді, есеке біз өзіміз жиналып қалдық, жұма намаздан кейін кездесіп қалдық, осындай деген секілді. Бәрі капиталмен өсіп келе жатыр. Типа кезінде қанша болды, қазір қанша деген секілді. И ол дәл сол мен примерно айтқан схемамен келді. Бірінші жыл 30 миллион, екінші жыл 70 миллион, үшінші жыл там тағы бір 100 миллионға табар, там 60-70 миллион тағы. Сонымен общий 3 жылда, 4 жылда 250 миллион жинайды. 250 миллион кейін ары қарай уже 200 миллион тапқан адам, 200 миллион капитал бар. Доллар миллионер бола алам ба деген сұраққа ол күмәнданбайды ол уже. Это просто вопрос времени. Просто keep doing дейді, типа жасалған нәрсені жасап отырасың, қайталап отырасың, жалғастырып, бисмилля. Даже мен нәрде көмекшім отыр, көмекшім де сенеді өзің доллар миллионер болатынына. Сенесің ба? Смело дейді. Неге? Уже көріп тұр ғой, күніге қандай болған проекттерге, күніге қалай болып жатқандарын көреді. Уже сен көзің тойып қойған ол нәрсені, қалай істеп жатқанын бәрін білесің, не сатып жатқанын бәрін білесің, бисмилля. Вообще проблема жоқ. Осы мен өмірлік позициям осындай. И сол секілді, например, немен алысса да вообще без разницы. Любой доллар миллионер болады. Даже элементарно финансист, консультант, анау финансовый проекттер неге алады? Консультацияға алады, типа 100 мың теңге консультация жүргізеді, может 200 мың теңгеге. Сөйтіп жүрген финансистердің өздері де доллар миллионер болады. Тағы кім простой айтсаңшы, тың любой ғой, бәрі оқып кеткен ғой бізде уже. Юрист элементарно кеше ғана өткенде бір юрист келіп оқыды. Юрист мынандай арзан делоларға кіреді. Неге арзан делоларға кіреді? Үлкен делолардан қорқады. Уголовный делолар. Уголовный, гражданский, разница жоқ. Андай ертең проблема клиентпен конфликт болып кетеді деп қорқады. Және оны жаңа психотерапевтке барады, жаңа өзіміздікіндей курстар өтеді, сонымен қорқуынан айырылады. Екінші, ол өзі
енді бай районда тұрмағаннан кейін, бай қалада тұрмағаннан кейін ойлайды адамдарда ақша жоқ деп, и всегда тегін жасауға тырысады. Одан кейін цикл сделки деген нәрсе бар. Цикл дегеніміз не? Мысалға сен бір дело алдың, ол дело, например, там 5 айда біту керек еді. Бірақ ол дело почему-то соттың кесірінен, там басқа шаруаларды, экспертиза анауының кесірінен 8 ай болып кетті. Енді 8 ай жұмыс істеп жатрсың сен. Телефон расходтар бар, таксидің расходтар бар, там уақытың, энергияң деген секілді. Оны кім төлейді? Сен ақшасын алып қойдың ғой. Не істейсің? Автоматически қарызға кіресің. Жұмысты атқару керексің. Және еще қарыз төлеу керексің. Иә? Жаңағыдай ғой, 4 теңге товарын саттың, бірақ 5 теңге жараттың деген сияқты. Адвокат па? Адвокат. Разница жоқ қой, юрист, адвокат. Ұқсас қой. Адвокатура, юридический бәрі общий ғой. Енді сол секілді, сол адвокат енді не істейді? Енді дұрыс договор, енді адвокат дұрыс договор составлять үйренеді. Смешно звучит, да, но финансовый ол дұрыс. Қалай? Енді 5 айға созылады деп айтады. Бірақ ары қарай созылған айларына аймамай сен мынанша төлейсің, если ол созылса дейді. Түсініңіз ғой, иә? Әділ ма? Әділ ғой. Енді мен ақымды алу керекпін, болмаса, типа, сори, енді өмір бойы мен 500 теңге бір дел алып алып, өмір бойы жүргіземін дегенге келісу неадекватты, құлдық қой. Сол секілді келетте енді осындай условия қояды. Бұрын условия оны айтуға ұялатын, қорқатын, қысылатын деген секілді, енді қысылмайды. Екінші, клиент тартуды білмейді. Неге білмейді? Жаңа камерадан қорқады. Өзін юрист екенін айтудан қорқады. Неге? Өйткені бұрындар соттас деген коллегалар көріп қояды да белады. Көрсе не болады деп ойлайды. Мына не істеп жүр екен, анау деген әңгімелерден қорқады отырсыңыз ба? Қысылады да, сөйтеді да, өзі клиент іздемейді. Сөйтіп достарының бір, или өзің айтқан примері, бір досының досы бұған хабарласқан, номерін алып, осындай бір шұғыл жағдай болды, осындай деп айтқан ғой. Бұл жынды тегін консультация істеп жібере салған ғой. Ана адам бір нәрсе істеуге бола ма, сіз бізді аласыз ба? Жоқ, анау деп қуып жүрген да. Адам өзі сені іздеп тауып келіп отыр. И ол төлегісі келеді на самом деле. Ешкім тегін адвокат бар ма? Естігенсіз ба? Государственный бір адвокат деген жоқ, бірақ саған бір тегін сен делаңды бір қорғап береді деген, мен сенетін адамнан уже қорқу керек қой. Типа у него с мозгами что-то неправильно, не то. Сол секілді ана адам звондап тұр ма, значит ол саған төлей алады. Түсінесіз ғой, иә? Басына ісіп тұр. Ол төлейді, сен жұмысың гражданский долг, оған сату. Оны бұл проблемадан шығаруға көмектесу, өйткені сенің сондай кәсіби білімің бар. Не үшін алдың сен сол кәсіби білімді? Өзің үшін алдың ба? Бір жерден қорғанып жүрсің? Жоқ, біреулерге пайдалы болу үшін алдың ғой сен. Енді неғып сатпайсың енді? Өйткені оның ақшасы жоқ, досыңа сату ұят. Ақша алмайды. Жүре береді, азық жүре береді, иә. Өзін ұсындырамайды, өзін адвокат екенін айтпайды. Ана аватар кісіні аватар юрист деп жазбайды өзін. Өзін юрист деп, немесе адвокат деп таныстырмайды. Қаяқтан оған клиент келеді, айтшы. Сөйтіп камера шығып ма? Енді шығып бастап жатыр. Бір рет неге шығып кетті анау? Айтуға оңай сияқты ма, көреміз деген передачаға ма барып келді. Жаңағыдай юрист деген сияқты. Болады, отырады ғой бүйтіп, сараптаушылар деген сияқты. Сол жерге бір рет барып келді. И енді танымал болып бастап жатыр. Уже сөйлеп бастап жатыр, костюм киіп бастап жатыр деген сияқты ғой. Бисмилля. Чек жіберген жоқ әлі. Енді біткеніне қанша күн болды? 3 күн болды ма, 4 күн? Короче, 5 күндей болды. Енді біз ұрсамыз, скоро болады чек. Бірақ уже схема ясный. Енді сол не істейді енді? Кабинет ашады. Оған 2 миллион табу үшін 3 дело керек қой. 3 дело дегеніміз 5 кездесу, может 6 кездесу. 6 кездесу дегеніміз қанша? Енді примерно 20 заявка, даже 15 заявка. 15 заявка. Бір видео қандай? Там резонансный бір видео салу керек те, болды 15 заявка келеді. Бірақ видео, енді сұрақ, неге ол резонансный видео салмайды? Проблема осы жерде отырсыңыз да. Трансформацияда осыны жауап алды да, болды, резонансный видео шығады. Өзінің бір әрекет етіп, ақшақ білетін әрекетін жасауға бір бойы кедергі болады. Мендегі бір проблема айтайын. Мендегі проблема, біздегі мысалы шыққан подкасттар сәл резонансный болып кететінін байқамаймын да. Анау резонансный болғаннан кейін адамдар маған ренжиді. Ислам мырза, разборыңызды қабылдаңызшы, мен сізден консультация, мен сатқым келмейді. Толып кеткен ғой. Африкада кезде 30-ын сатып тастамам, мен айтамын, неғып сатсың? Білмеймін, сіз сатпа деп айтпадыңыз ғой дейді да. Деймін, сөйтіп ана разборларды өткізу керек ше, өйткені адамдар сатып тастағаннан кейін, жауапкершілік алғаннан кейін уже өткізу керек. Сол секілді андай уже сол бір резонансный видео салсаң, сен клиенттен қашасың уже. Ақшаларың керек емес, мен демалайыншы деп ше, андай болады, врачтарға барған кезде выходной бермей, у нас такое дело деп ана врачтар келеді, бір мойындалған жақсы врачтарға ше. Сол секілді болып кетесің. Ақша саған бәрі жүгіріп келіп тасиды, сен қашасың, өйткені сен физически үлгермей жатсың. Сол секілді трансформация, про такие результаты. Иншалла, айтқан нәрсені істесе болды. Күшті. Иә, енді ойлаймын, бірінші трансформациядан бұрын адам келіп, мастер-классқа келіп, жаңағыдай өзіңіздің мастер-классыңыз бар ғой, сізбен танысып,
жалпы ақпарат өзіңіз бір толық айтып жіберсеңіз. Енді мынандай, мен қарсымын, танымайтын адамдардан барып өтірік осыны сөзіне сене салып, якобы жүрекке лебізге сеніп барып бір курс алуға мен қарсымын. Мен мындай сараптап, асықпай, финансист сияқты, баға беріп, сөйтіп шешім шығарғанға типа соған қолдаймын сол нәрсені. Сол секілді мысалға көріп жатқан оқырман мені дұрыс танымауы мүмкін, сұрақтары болуы мүмкін, немесе күмәндары болуы мүмкін. Ол нормально. Және сол күмәндарға, сұрақтарыңызға сейілту үшін және өзіңіздің примерно кәсібіңіздегі, табысыңыздағы қаржылай проблеманың түбірін табу үшін және осылай тиімді система арқылы примерно қиналмай, расслабленно көбірек ақша тауып, иншалла доллар миллионер болғым келеді деген адам және соған әрекет етуге дайын адам Алматы қаласында өтетін офлайн және онлайн, басқа қаладан болса онлайн қатысуға болатын бір күндік тренинг болады. Примерно продолжительность 6 сағат, бағасы 15 мың теңге. Оған қатысу үшін Instagram нерде шығады, Қасқыр деген, сол аккаунтқа, дайректке сәлеметсіз бе, бір күндік тренингқа жазылғым келеді деп номеріңізді қалдырсаңыз, біздің менеджерлер сіздермен хабарласып тіркейді. Екі түрлі форматы бар, екі түрлі тарифы бар. VIP және стандарт деген, стандарт 15 мың теңге тұрады, VIP сәл 250 мың ба тұрады, қателеспесем. Ол жерде басқа да бір условиялар бар. Егер де сіз кәсіпкер болсаңыз және 1,5 миллион теңгеден айына стабильно табатын болсаңыз, онда VIP тарифына қатысуға кеңес беремін. Мен өзім лично қатысқам, мастер-классқа барып көргем, реально мықты продукт, сестрам қатысқан, результатын алған. Шынымен ғой? Отбасымызбен қатысамыз деңізші. Отбасымызбен тамашалап көрдік. Мастер-классқа барып көріңіздер, өздеріңіз сұрақтарыңызды қойыңыздар. Возможно, осы кезден, білмеймін, видеода әшін шықпаған шығар сізге. Бір көрдіңіздер, 9 выпуск көріп келіп жатсыз ғой, примерно ше. Барып просто келіп, 15 мың қатты бір ердің құны емес. Қатысып көріңіздер. Ал есеге келесі бір тақырып адамдар жазсын, қандай тақырып, примерно қандай тақырып қозғайық. Басыңызда жүрген сұрақтар болса, осы сұраққа ответ алғымыз келеді деген сұрағыңыз болса, біз сол тақырыпты алып, примерно таңдаймыз. Комментарийға жазсын дейсіз ғой? Комментарийға жазып, лайк басып, комментарийда ең көп, көреміз, өзіміз таңдаймыз, қарап. Қызық темалар болса, онда иншалла келесі подкасттарда соны талқылайық. Ал, Есеге, рахмет. Сізге рахмет. Иншалла, сау саламатта кездескенше. Сау болыңыз.